ісімім Галия, Ақтөбе қаласында тұрамын. Қазіргі уақытта осы именно Құлаки Лимон маркетплейсте жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі уақытта осы Лимон маркетплейстің акционерлерінің Қазақстандағы бірімін. Біздің Ақтөбе қаласында 5 акционер бар, соның біреуі менді. Енді қазір мен сіздерге жалпы біздің осы Лимон маркетплейс дегеніміз не, ол сіздерге не береді, сол туралы қысқа айтып өтейік. Қараңыздар, Лимон маркетплейс деп отырғанымыз интернет-магазин. Интернет-магазинді барлығымыз бір қарағанда түсіне бастаймыз. Интернет-магазин деп отырғанымыз енді үлкендеу адамдарға мысалы, ол жай ғана біздің осы Ақтауда толып жатқан торговый центрлар тұрып тұр ғой, зат сатып алған, соның телефонға қондырылған, яғни электронный варианты. Түсініңіздер бе? Интернет-магазиннің бір кереметтілігі ол жерде мысалы күнде барып затты сату жоқ. Бұл жерге затқа ақша шығарып сатып алу жоқ, ай сайын аренда төлеу жоқ, көрдіңіздер ме? Өте ыңғайлы бизнес. Сіздерге қазіргі уақытта именно сол интернет-магазиннің бір хозяйкасы болыңдар деп жатыр, қожайыны болыңдар деп жатыр да сіздерге. Енді қараңыздар, қазіргі уақытта біздер Құлаки деген компанияға тіркелеміз. Бұл Құлаки компаниясының негізгі мақсаты Лимон маркетплейсқа тұрақты партнер жинау. Түсіндіңіздер ме? Партнер. Партнер мен потребительді шатастырып алмаңыздар. Партнер, яғни Лимон маркетплейсті табыс табатын адамдар, бірлесіп жұмыс жасайтын адамдар. Потребитель ол жай ғана лимоннан зат алатын адамдар. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да дәл қазіргі уақытта потребитель жинап жатқан жоқ, партнер жинап жатыр. Бірігіп табыс табатын адамдар жинап жатыр. Енді сіздер бұл жерден қалай табыс табасыңдар? Ең біріншіден сіздер бұл жерде табыс табу үшін компания сіздерге $196 зат алатын болсаңыз, серебряный карта деген карта береді дейді. $504 зат алатын болсаңыздар, золотой карта беріледі. $1000 зат алатын болсаңыздар, бриллиантовый карта беріледі дейді. Дәл қазіргі уақытта бриллиант картасы жоқ. Сатылымда жоқ, бриллиант картасы сатылмайды. Неге? Себебі бізде қазір келесі пакет деген керемет акция жүріп жатыр. $196 алатын болсаңыздар, $504 тұратын золотой картаны береді. $504 кірсеңіздер, $1000 тұратын бриллиантовый картаны береді сіздерге. Көрдіңіздер ме? Жары бағасын аласыздар. Бұл жерге берген ақшаларыңыз жай ғана босқа кетіп қалмайды. Міндетті түрде бұл жерге керемет сат аласыздар. $196 кіретін болсаңыздар, компанияның өзінің Байши корпорациясынан шығарылып отырған сертификаты бар, заңды түрде тіркелген 4 өнімін аласыңдар, және бір керемет 5 этапты косметика аласыңдар. Көрдіңіздер бе? Ал егер де $504 кіретін болсаңыздар, 12 өнім аласыздар, және 2 косметика алударыңызға мүмкіншілік бар. Детокс бермейді. Детокс бермейді. Осылайда косметика береді. Қараңыздар. Енді сіздер $196 егер де кірген болатын болсаңыздар, уақыт шектеулігі жоқ, қанша уақытта апгрейд жасаймын десеңіздер де бола береді. Сіздер апгрейд $196 үстіне $294 қосып, бұл жерде 7 өнім аласыздар, бір косметиканы подаркаға аласыздар. Көрдіңіздер ме? Егер де сіздер $504 дәл қазір болмаған жағдайда $196, яғни $100,000 жазыласыңдар қазір. Кез келген қалталарыңызда ақша болған уақытта, мүмкіншіліктеріңіз болған уақытта $294 қосып, апгрейд жасап, көрдіңіздер ме? $504 қосыласыздар да бриллиантовый картаны аласыздар. Қалай алам десеңіздер, ол сіздердің өздеріңіздің еріктеріңізде. Галия ханым келесі сөзімді көтейін, детокс беріледі. Картаны алған уақытта сіздерге екінші орын лимоннан тегін интернет-магазиннен орындарыңыз болады. Көрдіңіздер ме? Яғни сіздер интернет-магазиннің уже қожайынысыздар. Интернет-магазиндеріңізде сіздердің ұсақ түйектен автозапчастиге дейін барлығы болады. Торговый центрде тұрған адамдар тек қана істейді, бір ғана затты сата алады. Көрдіңіздер ме? Ал сіздер істейсіздер, интернет-магазин болғаннан кейін барлық затты сата аласыңдар. Бір өздеріңізде сіздердің мысалы ұсақ түйек заттарыңызда, киімдеріңізде бар, автозапчастиде бар, холодильник, телевизор, сотка үшін бүткіл дүние бар ғой сіздерде. Бәрін сата аласыңдар, қожайынсыздар. Енді қараңыздар, біз қай уақытта да өзіміздің пайдамызды ойлаймыз, бізге не пайда береді бұл жерге кіргенде деген. Бірінші көретін пайдаларымыз, бірінші 15%-ға дейін жеңілдікпен аласыздар. Маркетплейс лимонда қазір қосып алатын болсаңдар лимон деп, сол жерде уже товарлардың барлығы тұр. Қазір Қырғызстанда ашылғандықтан Қырғыздың сомымен тұр. Ертең соның барлығы бізге теңгеменен курс бойынша аударылады. Қазір 6-ға көбейтсеңіздер біздің теңге шығады. Сол жердегі заттың барлығы ол жаңағы тұтынушылардың
потребительдердің алатын бағасы. Сендер партнер болғандықтан 15%-ға дейін жеңілдік ала аласыздар. Түсіндік қой, потребитель мен партнерді толық айырдық қой. Сіздер партнерсыздар, лимоннан табыс таба алатын, қалған адамдар потребитель болады. Енді қараңыз, сіздер партнер болғандықтан 15% жеңілдік алыңдар. Екінші, сіздер партнер болғандықтан сіздерге ссылка беріледі. Көрдіңіздер ма? Тегін таратуға сіздерге ссылка беріледі. Бұл қалай сіздер таратасыздар? Мінекей, сіздерде лимонда орындарыңыз бар, интернет-магазиндеріңіз бар. Сіздерге лимон Қазақстанда, айтты ғой, қазір Қырғызстанда қосылды. Енді Қазақстанда қосылған уақытта бізге лимон маркетплейсте мынандай акция береді екен. Бірінші товарларыңызға, жаңағы заттардың ішінен қалаған бірінші заказдарыңызға 90%-ға дейін жеңілдік болады. Сіздер манағы картаны айтқан уақытта алмаған достарыңыз, таныстарыңыз, туыстарыңыз, көрші бар ғой енді, да? Құда жекжат, сол кісілерге айтасыздар. Карта сату уже тоқтады, ол уақытта карта сатылмайды. Енді мынаның өзі, мынау ақша 500 тұрдыңыз, 255 мың теңге. Мысалы, көрдіңіздер ме? Ең үлкені, бар төлейтініміз осы. Осы мына 255 мың теңгеге алмай отырған адамдарға айтасыздар. Енді олар 2,5 миллион төлеймін десе ала алмайды. Карта өйткені сатылмайды. Карта санының сатуы шектеулі, саны бітеді. Енді айтады, карта сатылып болды, енді қалған халықты просто потребитель болу үшін тегін ссылкамен кіргізіңдер дейді. Мына картаны алып алған әрбір адам, біздер мысалы 15 мың, 16 мың, 17 мың, білмеймін, неше адам боламыз, үлгергеніміз алып қалдық. Сол адамдар өздерінің айналасындағы адамдарға осылай айтамыз. Қазақстанда лимон деген маркетплейс ашылды. Инеден, ұсақ түйектен барлық өнімдер бар. Менің мына тегін ссылка арқылы қосылып, осы жердегі заттарды қарауыңызға болады. Және бірінші саудаңызға 90% жеңілдік беріп жатыр. Мә, қараш, ішінде телефон, мысалы 100 мың теңге тұратын телефон, 90%-пен 10 мың теңгеге тұр деңіз. Тіркелем адамдарыңыз, тіркеле бастайды. Осы адамдар қанша затқа сауда жасаған болса, соның 3% сіздерге төленеді. Ары қарай бұл адамдар жаңа 100 мың теңгенің затын 10 мың алып алғаннан кейін отыра ма қарап? Отырмайды. Олар өздерінің таныстарына уралап айта бастайды. Мә, мен деген лимонға тіркелген осындай болды. Бір әнжеде ағайын мысалы бір запчастыны 90% скидкамен алып алған болса, 200 мың теңге тұратын затты 25 мың теңгеге алып алды дейді. Оны сөйтіп бүткіл шопырайып шығады ғой. Қараңыздар, дәл осылай сөйтіп адамдар тіркеле бастайды. Ол адамдардан сіздер 2% аласыздар. Көрдіңіздер ғой, да? Ал енді осы адамдар сіздер өздерінің таныстарына айтты, ол адамдардан сіз 1% аласыздар. Яғни осылай сіз 3 қатардағы адамдардан табыс алатын боласыздар. Сіз мысалы қараңыз, қанша адамға айтуларыңыз мүмкін деп өзінің 10 адамына айтып еді, мына жерде не болды? 1000 адам болды. 1000 адам өзінің таныстарына айтып еді, 10 мың адам кіріп кетеді ғой, қараңыздаршы. Сіздің айтқаныңыз бірақ мына тек қана 100 адам. Қалған сіз танымайсыз, көрмейсіз, кім кіріп жатыр, даже білмейсіз, аты жөні тұрмайды ол жерде. Тек қана сандар тұрады. Көрдіңіздер ма? Осы адамдардың барлығы кірді, олар өздеріне керек заттарын алып жатыр. Мысалы қараңыздар, 10 мың адам айына 10 мың теңгеге жұмыс жасады дейік, зат сатып алды дейік. Біреу 100 мың алды, біреу 200 мың алды, біреу 5 мың алды, біреу 3 мың алды, общий 100 мың алды дейік. Не болды? 100 миллион теңгенің заты өтіп кетеді екен, маркетплейста тұрған. Әрқайсысы 10 мың теңгеге. Бірақ қасында біз оны ойламаймыз ғой, да? Енді осының 1% дейік сізге төленетіні. Мен мына 2-3% айтып жатқан жоқ, 1%. Көрдіңіздер ма? Өйткені 10 мың адам кетті ғой менен. Осы 10 мың адамның мыналарды айтып жатқан жоқ, мыналар енді жаңағы. Ал мындай қалған арасында кетті дейік. Сіздің табысыңыз айына 1 миллион болады екен. Түсініңіздер ма? Осы 1 миллион теңгені сіз қараңыздаршы, 30-40 жыл аласыз. Бір-ақ рет қайталап айтамын, 100 адамға бір-ақ рет оны да тегін ссылка тараттыңыздар. Ешкім деп айтып, ақшаға деген жоқсыз.